Достар, бүгін сіздермен 7C Happy New Year жаңа жылыңмен деген тақырыпта 7C файлын өтеміз. Бұл өткен шақта irregular verbs дейді, яғни бұрыс етістіктердің жасалу жолдары. Мына жерде жасылмен go, have, get деген етістікпен танысасыздар дейді. Енді қарасақ, бірден текст берілген, біз білеміз, бірден текстке жаттығулар береді. Текст алды, иә? Не туралы, керемет кеш туралы, немесе жағымсыз кеш туралы ма, жақсы кеш туралы ма, яғни сол туралы береді екен. Мына жерде екінші жаттығуда грамматика деп buy, сатып алу, ол bought деп айтылады екен. Can, өткен шақта could болып өзгереді екен. Come, came болып өзгереді екен. Drink, drank болып өзгереді. Feel, felt, find, found, get, got, go, went, have, had, know, knew, put on, say, said, take, took, think, thought, wear, wore. Яғни, бірінші тұрған етістіктер осы шақта, осы етістіктер өткен шақта түбірімен өзгеріп кетеді екен. Бұны irregular, бұрыс етістіктер дейді екенбіз. Яғни, ағылшын тілінде етістіктер дұрыс және бұрыс етістік. Дұрыс етістікті өткен сабақта өтіп кеттік. Етістіктің түбі өзгермейді, оған иди жалғанады дедік. Енді мына жерде берілген New Year's Eve канун Нового года дейді, жаңа жыл уақытында. Want to remember or want to forget. Жаңа жылды қалай біз қарсы аламыз? Кейбір жаңа жылдар бізге ұнамай қалған кезде оны есімізге түсіргіміз келмейді, ұмытқымыз келеді, немесе үнемі соны есімізге түсіріп қуанып жүреміз. Еске сақтап, бұл remember or forget деп жазылыпты. Mina, this was last year and I went to the hotel with some friends. Осы жылы, соңғы жыл, мен отельге достарыммен бардым. Я went деп тұр. It had a bar on the top floor and that's where the party was. Ол жерде бары бар екен, жоғарғы этажында. Сол жерде кеш өтті. Был, иә? We got there at about 11. About half an hour before midnight, I realized I didn't have my phone. It was in my car. Біз ол жерге сағаттың 11-де бардық. Got деп тұр, get деген, иә? 1,5 сағаттан кейін, түнде midnight, яғни 12:30, мен телефонымның жоқ екенін realized. Мына жерде дұрыс етістік тұр екен, иди жалғанып тұр. Телефонның жоқ екенін білдім де, ол менің машинамда болатын. Was to be етістігі тұр. So I took the lift down to the car park. Сонымен лифті алып, жаңағы парковка тұрған машинама бардым. So I found my phone and then I got back into the lift. Телефонды алып, лифтіге қайта кірдім. I was the only person in it. Лифтіде жалғыз болатынмын. But then, between the third and fourth floors, the lift stopped completely and I couldn't get out. Бірақ 3-ші мен 4-ші этаждың арасында лифті бірақ тоқтап, мен далаға шыға алмай қалдым. I pressed the button and asked for help, but the guy said there was an electrical fault and I needed to wait. Мен көмекші кнопкасын бастым. Pressed иди тұр, иә? Бірақ жаңағы көмекке келген жігіт айтты. Бұл тоқтың әсерінен болған қателік. Сізге күте тұру керек. Сосын, then, a few minutes later, I could hear people outside celebrating. Біраз уақыттан кейін адамдардың сыртта тойлап жатқан дауыстарын естідім. It was awful. Мен үшін ол жаман болды. I didn't get out until almost 1. Жарты сағат бой тұрған ғой, in the morning. Until almost 1 in the morning. And on top of it all, my friends didn't realize that I wasn't there. Және менің достарым дейді, менің сол жерде болғанымды мен іздемеді дейді. Мен жаңағы төбеде достарым тойлап жатты, менің осы жерде екендігімді даже аңғармады дейді. Келесі күнгі сағат 1-ге дейін болған екен. Я, бұл үшін, мен үшін жаңа жыл өкінішті жаман өтіпті. Jenny, I had a fantastic New Year's Eve in Ireland in 2013.
2013 жылы керемет жаңа жылды қарсы алдым. First we went to a really expensive restaurant for dinner. Алдымен қымбат ресторанға барып кешкі тамақтандық. It was early, about 6, because that's when people have dinner in Ireland. I wore a lovely dress, but after dinner we got a taxi back to the hotel, and I put on boots and a warm jacket. Өйткені кешкі сағат 6-да адамдар тамақ ішетін екен сол жерде. Мен өзімнің әдемі көйлегімді киіп бардым, бірақ тамақтанып алғаннан кейін таксимен қайтадан отельге келіп, өзімнің кроссовкаларыммен жылы жакетімді киіп алдым. Then we went out and watched the amazing fireworks. Сосын далаға шығып, керемет салюттардың атылғанын көрдік. Suddenly at about 10, everyone went home to watch TV series, this famous program. They always watch on New Year's Eve. Бір кенеттен адамдар сағат 10-да үйлеріне қайтып, өздерінің сүйікті программалары бар екен, телевизорден көретін. Олар жылда сол уақытта, сол программаны көреді екен. It was really strange. Ол шынымен маған бір түрлі көрінді дейді. The streets were empty for a bit. Толып жүрген адамдардың бәрі үйлеріне қайтқан кезде, көше бір босап қалды дейді мен үшін. But then, just before midnight, people come out again and danced and drank till 5 in the morning. Содан кейін түннің ортасында адамдар қайтадан келіп, билеп, тамақ ішіп, жеп, сағат таңғы 5-ке дейін жүрді дейді. It was incredible. Ол бір керемет болды дейді. Екі түрлі, яғни біреу позитивный, біреу негативный түрлі оқиғаны беру арқылы сіздерге оның ішіндегі берілген етістіктер арқылы етістіктердің өткен шаққа қойылу қызметін таныстырған. Міне, келесі Дениса Словакияда тағы да бір жаңа жыл өтіпті. Оны аудиоверсиясын тыңдап көріңіздер дейді. Келесі Энди. I am DJ and this has happened to me a few years ago. It was my first time at New Year's Eve party. And I planned all the music really carefully. Энди, мен диджеймін, және бұл біраз жылдар бұрын бұл жағдай менімен болды. Бұл менің ең алғашқы жаңа жылдағы ең алғашқы кешім болатын. Мен барлық музыканы жақсылап тұрып таңдап алдым, мұқият таңдап алдым. I knew, өткен шақта тұр, irregular verb, exactly which tracks I was going to play. Мен қай музыкадан кейін келесі қай музыканы қосатындығын әбден жақсылап білдім. The first part of the night was fine. Кештің алғашқы бөлімі керемет өтті. But just when I thought it was time to start the countdown to midnight, I saw that people were all at the bar. Бірақ мен одан кейін басқа өлеңді қойып өзгертуім керек деп ойлаған кезде адамдардың барлығы бардың жанында жүр екен дейді. I saw that people were all барлығы not on the dance floor. Билейтін алаңда жүрген жоқ. Келесі. Not on the dance floor and TVs were on. Телевизордың жанында жүрген дейді олар. Яғни телевизорден could see fireworks and Big Ben. Телевизорден олар Big Ben мен атылып атқан фейерверктерді қарап жатты дейді. I looked at my watch and I realized it was about 2 minutes slow. Сағатыма қарасам, бір 2 минуттай баяулап қалған сияқты. I felt really stupid. Мен өзім сондай ыңғайсыз сезіндім. I bought a new watch the next day. Келесі күні жаңа сағат сатып алдым дейді. Сонда бұл сағат тоқтап қалған ғой, билетіп, музыканы қойып, countdown, кері санақ. Музыканы қойып кеп, енді қайтадан сол музыкаларды кері ойнатайын деген кезде адамдардың шаршап телевизор көріп отырғандығын аңғардым дейді. Өзі увлекать етіп кеткен ғой. Сөйтіп мына жерде не болды деп
ары қарай сұрақтар қойған. Келесі Рио-де-Жанейрода тағы бір жағдай болыпты. Бұны да тыңдап көріңіздер дейді. Қызықты екен өте. Адамдардың осы өткен жаңа жылды сен қалай қарсы алдың деген сұрақ арқылы өткен шақта не болғанын біз етістіктерді қойып айтып көруімізге болады екен. Енді сөйлеу тапсырмасы. Өзіңнің партнеріңмен жаңа жылда қандай нәрсе жасадың, соны айтып көр деп тапсырма береді, және оны жазып көр дейді. Міне осы.